сізге жеке бойынша проект бойынша бір сұрақтар қойғым келіп отыр. Қазіргі таңда био алуан түрлілікке қатысты біздің Қазақстанда қандай мәселелер бар? Енді жалпы биоалуантүрлілік деген бұл сөздің мағынасы кең көлемде қолданылады бізде. Мынау түрлердің әрбір жануардың түрінің өзіндік бір маңызы бар. Мысалы бізде адамдардың да түрлі расаларға бөлінеміз. Мысалы шетелдіктер, қазақтар, орыстар деген сияқты. Сол сияқты жануарлардың да алуан түрлігі өз орны бар. Мысалы экожүйе деген ұғым бар бізде. Сол экожүйе деген ұғым бұл оларды тізбектеліп орналасу. Мысалы бір жүйенің екінші жүйенің арасында бір тізбек бұзылатын болса, ол түрдің жойылуына алып келеді. Яғни ол түрдің жойылуы деген сөз келесі түрдің жойылуына алып келеді. Сонымен барлық түрлердің жойылу қаупі бар бұл жерде. Яғни кез келген түр біздің елімізде немесе жаңағыдай жер шарында сақталу керек деген сөз. Біз мысалы кейде байқамаймыз, әшейін құмырсқаның да өзінің үлкен мәні бар. Құмырсқа азынан кешке шейін жұмыс істейді. 24 сағат күніне жұмыс істейді. Ол демалатын уақытысы тек қана бір қыс уақытысында ғана. Басқа уақыттың бәрінде ол жұмыс істейді. Тура сол сияқты кез келген жануарлар біздің әлемімізге өзінің орнын қосып отқан сияқты, бұл мына адамдарға да бір жаңағыдай түрткі бола алады. Яғни адамдар да бұл өмірде белгілі өзінің үлесін қоса алады деген. Кез келген адам да жаңағы өмір келген кезде әртүрлі мақсаты болады. Біз өмірге алдында план қоямыз, жоспар құрамыз. Тура сол сияқты биоалуантүрліліктің маңызы зор. Өйткені әрбір жануардың егер де біздің жер шарымызда әрбір жануарды сақтай алатын болсақ, біз өзіміздің жер шарындағы барлық адамдардың да бір-біріне деген жаңағыдай ынтымақтастығы. Мысалы біз басқа елдердің қандай үлкен қақтығыстар болғанын көреміз. Бір ел мен екінші елдің қақтығыстарын. Олар түсінбейді, егер де ол ел жойылып кететін болса, оларда сондай мәселе туындайды. Экономикалық жағынан болсын, немесе жаңағыдай басқа да бір саясат болсын. Сол үшін де жануарлардың әрбір сақталуы біздің әлемімізде үлкен мән береді. Сол үшін биоалуантүрлілік бұл біріншіден проблема адамдардікі. Өйткені кез келген процессі, табиғатта болған процессі, және жәндіктер болсын, өсімдіктер болсын, барлық адам үшін. Яғни олардың барлығы адам үшін болатын болса, адам да сол сияқты жауап қайтару керек. Табиғатқа соншалықты өзінің жаңағыдай қайтарым беру керек. Өйткені бірін-бірімен байланыстымыз. Экожүйе деген сол. Яғни мысалы жануарлардың бізге берген пайдасын біз мысалы саған егер біреу жақсы жасаса, сен жақсылыққа жақсылықтан қайтару керек. Мысалы сол биоалуантүрліліктің Қазақстанда біз қай жануарға әсер етіп жатыр, Қазақстанда қай жоғалып жатыр дәл қазір? Дәл қазір енді көптеген мынау біз білеміз, әртүрлі мынау біздің Созақ ауданын алсақ болады, мысалға алсақ болады. Бұл жердің табиғаты бұдан бір 100 жыл бұрын табиғаты өте керемет болған. Бұл жердің жәндіктерінің, өсімдіктерінің біздің табиғатымыздың ең бір шырайлы жері болған. Ал одан кейін барып халық жаңағыдай қазбалықтарды зерттеу мақсатында өте көптеген ол жерде қазбалықтар тапты. Мысалы уранды алайық. Уранның өзі қазір Қазақстан Республикасының ең бір үлкен ауқымды финанс жағынан беріп жатқан процесс. Созақ ауданы жалғыз ғана аудан. Ешқандай мемлекеттік бюджетке қарамайды. Ол деген сөз уранын өндіріп ақшаны өте көп табуда. Бірақтан оның кейінгі болған нәтижесі қандай? Нәтижесі табиғатымыз өсімдік кәсіпорын осында осы Созақта мүлдем өсімдік қалмаған. Өсімдік қалғанда да біздің кейбір нелеріміз бар, дәрілік шөптеріміз бар. Солар өздері адаптация түрінде бейімделіп қалған. Сол өсімдік қана көресіз. Басқа өсімдік көре алмайсың. Неге? Өйткені табиғатқа біз зиянын істейміз жатырмыз. Жануарды алайық. Мысалы не деген сайрақтар болады, не деген жаңағыдай ақбөкендеріміз болған сайрақтардың түрі. Одан кейін барып жаңағыдай әртүрлі жан-жәндіктер болған. Олардың барлығы қазір құрып бара жатқан үстінде. Яғни біз табиғаттан ала білу емес, бере де білуіміз. Яғни беруіміз сол кейінгі ұрпақтарға, кейінгі болашақтың әрине соған аманат. Соңғы сұрағым, сіз өзіңіз жалпы биоалуантүрліліктің сақталуына қандай үлес қосып жатырмын деп ойлайсыз? Жеке тұлға ретінде қоса аласыз ба? Енді жеке тұлға ретінде әрине біз әркім өзінің үлесін қоса алады деп ойлаймын. Ол қандай салада болмасын. Мұғалім саласы бола ма, ол жаңағы заводта да істей ме мысалы. Ең басты мақсат кейінгі ұрпаққа түсіндіру осының маңыздылығын. Және мысалы мен өз басым келетін болсам, өсімдікті өте жақсы
берем. Айтып өсімдіктің барына қарап отырсаңыз, бір гүл үйде өсірсем де, сосын мектепте өсірсем де, оны мен бір өсім деп санаймын. Немесе бір жануар, өзім жануарды жақсы көремін. Үйде жануарлар бар. Ит мысалы, қоян асыраймын, малдарымыз бар деген сияқты. Оның барлығы да бір менің осы қосылған үлесім деп ойлаймын. Соны сақтай білу, көбейте білу, ол әркімнің жеке тұлғаның бір үлесі. Сұхбат бергеніңізге рахмет. Өз жобамда сіздің айтқан идеяларыңызды қосамын деген сенімдемін. Саған да рахмет.